Сәлем достар, қалайсыздар? Біздер бүгін Алматы қаласындағы Гавай, Майами деген жерге келдік. Балдарды суға түсіретін аквапаркке. Бұл жерде енді балдармен қоса үлкендер де біздер де келеміз. Біздер енді жыл сайын келген сайын, Алматыға келген сайын осы жерлерге келеміз. Екі взрослыйға, бір детскийге 21.200 теңге төледік. И манағы негізі бағасы бір адамға бір күнге 7.390 теңге сияқты да? Иә. Біздер онға дейін. Біздер манағы онлайн алдық. Онлайн алғанда 20% не бар екен? Жоқ. Егер үш офлайн алсаң 9.000 теңге. Иә. Онлайн алғанда 7.390 теңге. В общем, 20% деді ғой. 20% скидкамен. В общем, онлайн алсаңыз арзанға шығады. Сайты мана көрсеттік қой. Сол сайтқа кіресіздер. Үш жерден алатын болсаңыздар арзанға шығады. Себебі 20% скидкамен беріледі. Бірақ онлайн алғанмен де 20 минуттан кейін ғана билет ашылады, иә? Билет покупка шығады. Оған дейін үйден алып алғандарыңыз жақсы келгенше онлайнменен. Сосын бірден кіріп кетесіздер. Сосын мына жерінде деген нелер бар, андай спа бар, тағы. Оның бәрін аралап көрсетеміз. Мынау деген Гавайя деген жер, анау далада да бар. Сөйтін жер ол Майами деп аталатын жер. Бәрін аралап көрсетеміз, не істедік, не қойдық, қайда түстік деген сияқты. Телефон зарядкасы отырып қалмаса. Ана жер зарядкалайтын жер ол, мына жерге орналасты, іштегі жабық жерге. Ал даладан ашық жерде бар, ол жерге де орналасуға болады. Орын бүгін жұмыс күндері орын көп екен. Адам аз болады. Пока аз білмеймін, обедтен көйіп кетпесе. Мейрам күндер, демалыс күндер адам көп болады екен. Мына жерде концерт болатын сияқты, меніңше. Мына жерде диджейлер болады ғой. Иә. Өздері бірдеңе ұйымдастыратын сияқты да. Солай болатын болады, көреміз оны. Ненің лагердің балдары сияқты ма білің да? Лагердің балдары екен. Біздер енді пока адам аз кезде барлық жерді көрсетіп алайық. Алып шығамыз ба? Адамдар қазір іште суға түсіп жатса, бете алмай қаламыз. Мен ана сыртта тағы да орын қойып кетемін, соқтарды қойып кетемін, даладан жылып кетер алып келейікші. Сосын көрсетіп кетейік. Алда бірден көрсетіп кетейік. Мынау ең үлкен бассейні мынау. Бұл жерден қазір өздері жібереді, андай толқын жібереді. Бұрын келіп жүргенімізді айтып жатқан, мына жерден толқын ойнап қазір суға секіреді дейді адамдар, балдар. Үлкен толқындар ойнатады да, қызым, алдында келіп тұр. Толқынды әлсін жіберіп тұрады екен бұларда. Иә. Сосын мынаны су жылы ма? Су жылы, салқын емес ондай. Ана жилеттер тұр. Айтасы бір литрден адам басына сусын алып келуге болады. Сок болсын, су болсын. Бірақ деген ештеңе тексеріп жатқан жоқ, алып кетсеңіз де болады екен. Не салып алмадың, шынымен де андай бірдеңе жейтін деп. Мен жұмыртқа пісіріп салып еді. Мәс. Жоқ, ол негізінде болады ол. Бірақ олармен ол үшін дауласып отыру керек қой, заңы былай, заңы солай деп. Әрбір алып келген затын өзіңнің жеке мүмкін болып саналады да. Оның бәрін бұларға дәлелдеп отыру керек. Бұлар өздерінің заңдарын айтады. Негізінде заң бәріне орта Қазақстан Республикасы заңына бағынады ғой. Соны түсіндіруіміз керек те бұларға. Ол үшін дауласып отыру керек. Жарайды, біз дауласқан жоқпыз, айтқанына бағындық. Біз жалпы сұрадық, иә деді ғой. Сосын соға алдық, үшеуін. Соға алуға рұқсат берді, бір литрден әрбір адамға. Бұл жерде андай буфеттері бар. Мынандай нелер бар, тамақ ішетін, алатын жерлері бар. Қазір білейік, көрейік. Балаларды қараусыз қалдыруға болмайды дейді. Мына жерде бағалар жазылған ғой, иә, мысалға? Баға жазылған ба, жазылмаған ба? Жазылмаған ба? Жоқ, жалпы бар ғой, осындай кафелердің әр жерде точкілері бар ғой, бірақ бәрінің бағасы бірдей. Солай дейді? Бәрі бір баға. Бәрі бір баға. Қай жерден алсаң да. Сосын бір жақсысы әкеліп береді өзіңе, отырған жеріңе. Қазірше мінекей орындардың бәрі бос. Негізі таңертең 10-нан бастап ашады. 10-нан бастап келсеңіздер болады, орын жақсы орындар алып аласыздар. Мына жерде адам көп болатын еді, совсем. Мына жерге болып отыратын еді? Иә. Адам жоқ қой қазір. Мына суда адамдар толып келе жатыр ма уже? Ана нені алып шыққан жоқсың да таяқты? Жоқ, таяғымыз не болып қалды ғой, дұрыс жасамай қалды ғой. Кеше новойдан сатып алып едік мынандай ұзын таяқ. Жасамай қалды ғой бірдеңесі. Сыртта неміз орнымыздағы нелер тұра берсін, орамалдар, бірақ ана нелерді алып келейік суларды. Давай. Үштің ан жақтарына көрсетеміз, е? Сыртты бір көрсетіп келейік, мына жер. Жаңа не? Гавайя, Майамиге шығып барады. Мынау дейтін, анау биіктен, анау дейтін, зырғанап, аржағын суға түсетін. Яғым. Ыссы екен жер. Мен жағын еқшіп кетемін. Ыссы ма? Ана жерге қойып едім мен. Аяғым күйіп баратыр менің. Сырттан да іштен де орын алып қойып отыр, не кетсең қазір.
сыртқа шығып загар алып жатамын. Қай жерден алдың? Осы жер міне міне орамалдап тұрмын. Яғни. Мынада бір бассейн, бұның тереңдіктері бар өзінің. Қанша метр екен? Терең емес пе? Терең емес пе? Метр жарым ба? Асты көрініп тұр ғой? Асты көрініп тұр, иә. Метр жарым ба? Метр 80. Ар жақтары метр 80 шығар. Мына жер жазылып тұр екен, қарайын. Неше метр екен? Салқын ба? Мына жерде жазылып тұр. Шуны. Неше метр екен? Мына жерде биіктігі метр жазылмаған екен. Қанша метр дейді? Жазылмаған екен метр. Ана бала отыр ғой. Неше метр мұнда? 150, 160. Мен бойым бір. Мен батып кетемін екен онда. Мына жерге орамалдарды қойып қойдық. Мына жерде де мынанда не толшы. Біздің пакет қой. Иә. Пакетті қалдырды, ішінде суларды алып алсыз. Қатырады, не ма? Бесеткілерді қарап көрейік. Бесеткі қандай екен? Бесеткілер платный екен, жүр көрсетейін бесеткілерді. Қанша екен? Ана бесеткілерде ма? Иә, бесеткілер платный. Қазір көрсетемін, депозит дейді. Мынау, анау жалғасып жатқан бассейн екен ғой. Мынау жалғасып жатқан бассейн. Осымен жайлап жүзіп келе беруге болады ғой. Ана жерде кафе бар. Анаған жалғасып жатыр. Бәрі. Сен болмай ма? Судың ішінде кафеге отырасың. Қайсы? Әне. Судың ішінде ана жерде тұрып тұр, иә. Көрсетейін бе? Күшті екен де? Иә, суменен барасың да, ішінде ар жағында сатушы тұрады. Сен бер жағында суда тұрып, сусыныңды ішіп, не жесін алып ішіп жей беруге болады. Мына жерде тұрып секіп кетейін ба дейсің? Секіре аласың ба, Гүлеке? Кеттім ал, секірем. Қарамаңдар бірақ дейсің. Түсірме бірақ. Секіре алмайды ғой. Гүлеке, нені көрсетейік? Ана бесеткілерді көрсетейін. Мына жерде бесеткі бар әнекей. Аяққа салар батыр күшті ол. Табанға. Сен аяғың жалаң аяқ па не? Иә. Қаршы табанға жылу табанға не жердің несі бару керек қой. Ол жердік несі оғанда топырақпен келсе жақсы ғой. Аяғым. Тас қой мына жерде екен. Кішкене болса. Топырақ болса күшті болады екен. Кішкене болса да жерге. Ана жерде топырақтар бар. Топыраққа жүру керек жалаң аяқ. Бәрі лас болып қалады ғой. Сонау топыраққа жалаң аяқ жүрейік қазір. Мынау ма кабина несі дейсің? Мынау платный беседкілер, иә. Қазір көрсетем бағасын. Шошып кетпеңіздер деймін ба? 40 мың теңге. 40 мың мөлшеріне депозит дегенде мана ғой 40 мыңға тамақ алсаң осы бесплатно береді шығар. Солай ма? Иә. Депозит. Иә, оны сұрау керек дейді, сұраңыз дейді. Жерде адам мана білмеді, сұрау едім. Мынау 50 мың теңге. 10 адамға дейін. Депозит дейді. Мына адамның санына байланысты, андай көп үлкен компаниямен келсең, сонша тамақ аласың бәрібір. Иә, 50 мыңға бәрібір тамақ шығады. Иә. Жерде 50 мың. 10 адамға дейін. Бәрі де 50 мың екен, мынау да 50 мың. Ең төмен 40 мың ба? Ана жерде 40 мың жоқ, 10 мыңдікі бар, қазір көрсетем. 10 мыңдікі? Иә. Қайсы? Қазір көрсетем. Мына жер топыраққа жалаң аяқ жүру керек екен. 10 мыңдікіне отырсақ болады ғой бізге? 10 мыңдікі мынандай емес, қазір көрсетем. Аяқ киім шешіп кетейінші. Мына жалаң аяқ жүр мына жер. Сен аяғың аппақ екен, мен аяғын ашшы, загар алған. Аяқ ысымапты ғой топырақ. Так, ана жер. Мына жерде шашликтің іші шығып жатыр ғой. Мына жерде шашлик бар, иә. Сұрашы қанша екен? Мына жерде күшті дәмді шашлик пісіріп жатыр. Күшті екен шашлик. Қазір қарайық қандай екен. Шашлик қанша қарындас? Ценасы ана жерде дейді, қазір көреміз. Мына жер 10 мың теңгеден. Кешке дейін жатасың мына жерде. Мама? Иә. Бір адамдікі? Бір адамдық жататын жер екен. Стульчик алып келуге болады ше, ана нелерді алып келіп отыруға болады ғой. 10 мың теңге жазылып тұр. Жалға алу уақыт шектеусіз дейді. Кешке 10-ға дейін істейді, 10-ға дейін жатуыңа болады. 10 мыңға не кіреді екен дейсің? 10 мыңға ештеңе кірмейді, тек қана палатка кіреді дейді. Ана жерде тұр ғой ондай нелер, ондай қатты емес сияқты ғой. Андай домалақ зонтиктер ма? Иә. Домалақ зонтиктер бар, иә. Андай тапчан болса жатуға несіне дұрыстап. Тапчанды анан алып келуге болады ғой, жер жататында. Так, мына бағасын көрейік. Шашликтер қанша екен? Қайсы меню? Ана жерде ме? Менюдің бағасы. Қойдікі 2,5 дейді, филе 1990 дейді. Так, наугулях дейді. 1100 дейді. Филе куриный. Окорочка 1700 теңге. Қойдікі 2,5, в общем, окорочка не? 2500. Ассорти 1200 дейді ме? 12 мың ба? 12 мың. 12 мың ассорти. Ассорти қандай кіреді екен? Андай үлкендеу табақтан шығар.
Ассорти нешеу шашлик ішінде? Примерно. Бұл апайлар да қазақша білмейді ғой. Ассорти қандай болады ішінде? 2 баранина, 2 окорочка, 2 крылышко, 2 овощи. 8. Рахмет. 8 окорочка, 8 шашлик, 12.000 теңге. Қымбат екен. Қымбат бола ма не? Иә. 8. Үшеумізге аз бола ма не? Конечно, аз. Неге? Сонда қаншадан келіп тұра ойлайсыз ол? Бір адам 5-6 тауын жейді ғой. Қаншадан келіп тұра? 12.008-ге бөл. Тәтір. Білмеймін. Одан да жетпіс. 1700 теңгеден адам басына шашлик алған жақсымыз ба? Ал есептеп қарау. 1700-ден үшеуін айтшы. 1700-ден үшеу 5100, Иә. алтауың 10200, алтауың. 2-2-ден жегенде ма? Алтауың, я. Неше? 10200. Сол 10200-ге. Ана 12-ге алғанша анан алған жақсымыз ба? Анау 8 мынау алтау. Ол 8 штук деп тұр ғой. Я 8 штук. Но да, ана каждый окорочкада 5-6 тауы болмай ма? 4-5 құрғанда. Жоқ. Ал 8 таяқ қой. 8 таяқ, мынау 6 таяғың 10200. Үш мана 12-сін алған. Сол қойдық болады ода. Екеуі. Самолет ұшып жатыр. Не самолет? Военный бірдемесе. Я нағаш, не самолет анау? Самолет ұшып бара жатыр. Мынау көрінді. Төсек бар. Военный самолет сияқты анау. Кәдімгі адамдардың қосет самолет емес. Қанша тәпшікін қайда сатықтың? Алып келдің ғой. Көріп келдім ғой бәрін. Қызың бар, алып келді ғой сен, ұнтып кеттің ғой. Біліп тұрмын қызым кетіп баттан көрдім. Сен мынау түсуіне болады. Мына жерде балдарға түсуге мінеке. Мына жақтар келем балдарға түсуге. Мына жақтар. Ана жақтар үлкен кісілерге. Үлкендерге. Тереңдеу я. Да? Иә, керек. Мына жерде әжетхана бар. Барлық жағдай жасап қойған ғой ішінде. Қала сияқты. Ана жерде фототайм дейді. Әжетхананың ішіне кірмей қойын енді. Бір жағы мужской, бір жағы женский ғой ішінде. Кәдімгі әжетхана, иә. Кәдімгі тап-таза, ішінде қол жуатыны бар, айнада Темек жалтырап тартуға болмайды. Темек тартуға болмайды деймін. Темек тарту болмайды да, бір жақсы. Бұл жерде темек тартатын жер бар ма? Ал мана бір мен темек тартатын жер бар ма деп сұрайды. Білмедім, алып көрмедім. Жоқ. Жоқса? Ішінде еще кіреберістерін мана түсірген жоқпыз ғой. Ол жерде кәдімгі шешінетіні, туалеттер, ана не душ, бәрі бар ғой. Фототайм дейді. Фотоға түсу. Жоқ, фотоға түсіп шығарып бересіздер ма фотоны? Мынандай әп-әдемі болып жасап береді екен. Мындай ол киім болып киіндіреді да. Мысалы шықпайды да? Киіндіре ма? Мысалдың киімі негізі болған еді, басқа жаққа апарып Қазір жоқ па? Қоян болып киіне ма? Сурет бар ма? Жоқ, қоян ана жаққа қоян мен балалар түсіп Тірі қоян ба? Тірі қоянды қолына ұстап түсе ма? Мына аквапаркке не қатысы бар қоянның? Может, біз білмейтін бірдеңе бар шығар. Қоян. Балдар көп ұстай ма, соны көп түсе ма? Қаншадан ал? Екі түрлі форматта суреттер жүреді. Бізде электронный вариант бар и рамочкамен, и обычный суреттер. Обычный суреттер осындай размерде суреттер 2000 теңгеден басталады. И мынандай А4 форматта рамкасыз 3000 теңге, рамкамен 5000 теңге. Мынандай сурет рамочкамен 4000 теңге. Мынандай магнитиктер бар, мынандай магнитиктер 3000 теңгеден холодильниктер жабылады. 3000 теңгеден басталатын мықты да, просто енді. Ал не қылып, жаңағы шығармай-ақ электронды не қылып шығарып берсең? Электронный вариант бір сурет 1000 теңге. 3 сурет алсаңыз 3000-ға, дальше 10-15 сурет подаркқа кетеді. 10-15-і? 10-15 фото бересіздер ма? Әртүрлі ма? Әртүрлі фото ма? 3000 теңге 10-15-ін аласың үшін. электронный да? Иә. WhatsApp-қа жібере ма? Қайда жібересіз? WhatsApp-қа жібересіз. Рахмет. Мына ішінде, мұнда не бар ма айтпақшы? Кептірінетін жер бар ғой мұнда? Иә, суға Міне. шыққаннан кейін тоңып қалады ғой. Иә, тоңғанда Жылынып алуға. жылынып алатын жер бар. Күн жаңбыр жауып кеткенде тоңып қалсаңдар, ішіне кіріп жылынып алатын жер бар. Ой, не болды? Ну, иә, ыссы, парилка. Пар. Ар жақ қана ішіне кіреміз ғой, Гүлке? Иә, ішке бәрі ішінде керек. Ушу енді бірақ көрек жүр. Мына жерде құттай балдар талпа түсіп жатыр да мына. Бірінші бәрін обзор жасап көрсетіп жатқанымыз ғой. Біз әлі бастаған жоқпыз. Әлі бастаған жоқпыз. Көрермендеріміз үшін бірінші түсіріп көрсетіп алайықшы деп видеоны. Бәрі сіздер үшін деп қойшы, Гүлке. Мына не, ана жерде душ бар екен андай, сыртта. Мына жерде душ. Мен мынаны көрген жоқпын бұрын. Бұрын болмады ау деймін, ә? Иә. Жақсы екен да, төрт жағында, төртеуі бар. Иә.
күшті керемет жерлер екен. Келсеңіздер болады осы жерлерге. Әдемі. Лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер, достар. Бізге тіркелгенмегендеріңіз болса, тіркеліп кетіңіздер. Сіздер үшін бәріне тырысып жатыр, сондықтан лайк басу қиын емес қой. Бармақты басып жіберсеңіздер, сіз тіркеліп жіберсеңіздер, видео ұнаса, қан жаққа таратсаңыздар қуанып қаламыз. Егер ішкі жақтарды көрейік енді. Мына жерде мына туя өсіп тұр. Шырша емес, бұл туя ғой. Туя емес бұл. Не, балдар. Онжу түсіп бастайсың ба, әлі ерте ме? Бұл мамасын күтіп жүр ғой. Бірдеме түсіп аламыз ба? Жоқ, бір түсіп аламыз мамасымен бірге. Бір түсіп аламыз ба? Мына жерде де зарядка бар екен. Мына жерде бар ғой зарядкалар дейді? Иә. Ой, жақсы болды. Мана Гүлекең іштен орын алып қойды, зарядкасы бар. Мен осы жерден орын алуым керек сияқты, зарядкаға жақын жерден. Мына нелеріне орын бәрі бос тұр. Кеттік ішке бір барып көрейік. Но не? Мына ненің ішін көрейік, Гавайяның ішін тағы да. Мына ішіне кіреміз. Бұның ішіне неше түрлі зырғанақтар бар. Бірге болыңыздар, көрмеңдер. Мына ішіне кіреміз ғой. Иә, осы жерде. Ішіне неше түрлі андай балдардың зырғанайтын жерлері бар. Мен қызымның қолындағы несін үріп көрім керек еді. Үреміз ғой. Мына жақта енді ушыл. Мынаның кеше біздер деген неден базардан сатып алдық, Яланнан. Үлкен түрін 2000 теңгеге. Мұнда қанша? Білмеймін, қымбат қой бұл жерде. Мұнда қымбат. Ма тәуішкіні білбейсің бе? Иә. Мұнжайым тәуішкілер білсің. Мінеке неше түрлі от түсетін жерлер. От түсетін болғанда балаларға мұны. Мына жерден кіретті, анамен айналып, сол жерге түседі. Андерің өтіп бара жатқанда үстіне шелектен су жасып береді деген сияқты. Болсын ма? Ана жақта зырғанайтын жерлері бар. Көтетіп шығайық брат ала Гүлеке. Су сағылды, оң жақтан ағып жатыр су. Бәрі балдар ойнап жатыр. Мына жер бар ғой, мана даладан көрсеттім ғой, ең биіктен айналып шығатын жер. Сол жерде ең биіктіктен айналып мына жерден секіріп түседі суға. Мына тереңдегі неше еншек? 1.40. 1.40 шамасында дейді. Тереңдегі. 1.40 дейді. Секіресің ба Гүлеке? Аяқтан кіресің. Сен істедің ғой баяғыда? Баяғыда бір секіріп, басын айналып. Балонын алып кіресің дейді. Иә, балонын алып секіресің де, бірақ балонның қайда қалғанын білмей қалсың ғой секіргенде. Әне, балдар. Қорқынышты ғой, айналып кетсең суға кіресің ғой. Мынау зырғанап түсетін жерлері неше түрі бар. Анандай бар, анжерден шығып, биіктен зырғанап түседі. Бұл енді қатты емес, бірақ секіретін жері, тереңдеу болуы мүмкін түсетін жері. Қазір көрсетем. Шығайық. Сен барып кел, мен шықпай-ақ қояйыншы. Сен барып кел деймін жоғарыға. Мінекі, мына жерден зырғанап түседі. Бар ма ана жақтан секірейіп тұрған балдар бар ма екен? Көреміз. Әне секірейіп тұрған балдар бар. Сән 3 адам. 3 адам қатарына зырғанайын деп жатыр. Көрейік. Қандай алып зырғанайсың Гүлеке? Қара. Баяғыда Ремуш зырғанады ғой 3 жерден. Иә. Кетті міне. Опа! Суға кіргізетін жаман ғой? Секірді. Жоқ. Секірмейсің бе? Мен де секірмеймін. Көреміз, может, артынан секіріп қалып атсам. Мына жерлері мынандай. Балдар судың астында. Үнжүке мына ойнау болады, да? Мұныңге болады. Үнжүке құтпай кезінде қорқатын еді, қазір қорқпайды ол. Біз мына қоп, ана жақтан шықтық, мына жерден де су алып attың да? Мына жоғарымен де су болады, осындай. Енді ана жақта массажный бар ғой, соны көрсетейік. Иә, бұрқылдап жатқан жер бар, сауна бар. Сонасында өстік. Осы жермен түсіп кетейік. Мына жермен түсіп кетейік, мына басқа жағымен келіп, мына жағымен түсейік енді. Әдемі ғой, иә? Су мұздай сияқты ғой. Үйреніп кетесің. Үйреніп кетесің. Мына жерден зырғана болады, мынау қатты емес. Аласа? Мына жер қалқын екен. Қазір зырғанаймыз. Да, қызым? Мына жерден де. Мынау асхана бар, асхана деп қойма. Кафелер.
Да, бұл жердің менюларын қалай қараймыз екен? Балмұздақтар бар, мороженыйлар. Мынандай, мінеки меню бар екен мінеки. Так, спиртной керек емес бізге, спиртной керек емес, мына кілең спиртной ғой. Ой-ой. Мына жердің бәрі сондай ғой. Мына жерде спиртной емес напитоктар бар мінеки. Так, лимонад 0,5-і 990 теңге 0,5-ің. Литр жарым 2590 теңге. Ал Бонагуа суы 0,5 690 теңге, литрің 890 теңге. Осындай баға, бұл жерлерінде бәрінде бірдей баға. Келген жерден ала беруге болады. Бұл жерлерді негізі өзіміздің сусындарды, жейтін тамақтарымызды әкелдіріп үйретуіміз керек. Әрқайсымыз соны талап етіп, соғымыз керек. Заң бойынша болады негізінде. Ана не бар? Не ол? Мына жерде үлкен бассейнді көшті. Мен бармайын. Неге? Мына жерде де үлкен бассейн. Арғата жайлап тереңдей береді. Шетінен бастап. Асты құм емес, бірақ асты кәдімгідей. Осындай тас. Гүлекең шақырып отыр ғой. Не болды Гүлеке? Қызым. Не ол? Бұрқылдайтын жер ме? Бұрқ деп. Бұрқылдайтын жер ме? Жоқ екен. Анаң арттарынан бұлқылдап, андай, нетеп, вулкан болады ғой, не дейді қазақта андай. Иә. Бұндай, бұрқып тұрады. Массаж олшын. Бұрқып тұрады, иә. Су массажы, су массажы. Біз қазір видеоға түсіріп бәрін бояп, сосын барып кіреміз. Сосын түсеміз, иә. Жарайды. Кеттік. Анжақтарын көрейік. Мына жақта да бар қондай, да? Жазып көрсетеміз тағы не бар екен. Сондай жерлер бар мына жақта да. Арғы беті, мына жерде отырып, кафеде отырып, тамақ ішіп, терезеден қарап отырады. Суға түсіп жатқан адамдар білесің. Кәдімгідей пальмалар. Кәдімгі не сияқты, Гавайя сияқты ма? Гавайда жүрім деп елестетіп жатырмын. Сондай қылсақ қойған ғой енді, сондай деп елестетсін деп. Мына жерде де бар манағыдай бұрқылдақ су массаж. Қалай айта ма? Ауаға су температурасы. Сулар бар. Мына 20 температурасын жазып қойып қой мына. 32 дейді ғой. 32 градус дейді, да? Толқын бассейнде су дейді. 29. Так. Мына жағымен шығайық, біз ана жердегі не бар? Сауналар бар, оны да көрсетеміз. Әрбір бассейнде құтқарушылар қарап отырады. Егер жаңағыдай тәртіп бұзып жатса, ысқырып, ескерту жасап отырады. Әрқайсының басында Әрқайсының басында адам бар. Таудың арасы, өңгердің арасында келеді. Мына жерде қарашы су дейтін. Таудың арасы сияқты ма? Интернет тоже судың ішіндегі. Мінеки, мына жерде отырып, сусын іші, отырып алып, суда отырасын. Ана жерден сусындан ішіп отыра беруге болады. Ана жақта айналып түсеміз. Демалып отыруға болады. Орын көп екен, да? Ішіге отыруға болады. Мына жерін жоғарыдан істейді. Осы корабль сияқты осақ қойған. Саунаға қарайық. Саунаны көреміз ба? Саунада не бар? Саунада адамдар бар ма екен? Не бар деп көмір? Адамдар әлі кіре қоймаған шығар. Ертерек әлі негізі. Так, мына ана мен баланың бөлмесі. Мынау не ғой? Ана мен бала бөлмесі. Ішінде баланың андайында памперсін ауыстырасың. Мына туалет. Жағы туалет. Мен хамам неге жауып тұр? Хамам жауып тұр. Жұмыстар жүргізілуде. Хамам. Турецкий. Финский сауна дейді. Так, мынаны көрсетуге болады, ашық финский сауна. Финский сауна. Адам көп сияқты ішінде. Тәуішкі толып тұр мына жерде. Адам толып ішінде. Адам толып. Мынау да финский сауна. Мынау да сол. Мына іште адам жоқ сияқты. Ашып қарашы. Адам бар ма? Адам бар екен. Адамдар бар. Сол. Жоқ, Мына жерде душ бар еді ғой, міне душ бар шайынып алатын.
ана жерде бош күтір үстіңе суды құйып жібересің. Бізде массаж керек. Бірден осыны жасап. Неше сағат болады? Массаж дейді. Мына жерде массаждар көп. Спина бұл 20-25 минут болады. Общий массаж 1 сағат. Классикалық массаж бар, ол 40 минут. 35 сағат. Так, 8 минутта қанша болады сонда? Бұл 35-40 минут болады. Ақшасы. Ақшасы 8 минут. А негізі былайынан сағат 3-ге болатын болса 10 минут. Келген қалыңызды. Күшті екен. Қай жерде ол? Та баратын болса. Мұнда немесе ар жақта сабақ. Мынаның ішінде ма? Мынаның ішінде массаж түрі бар. Сағат 3-ге дейін скидка жасап жатырмыз. Короче, 12 мыңдарды, 10 мыңдарды 8 мыңнан. Бос емес, занято дейтін адамдар бар. Ана жағы бос дейді. Иә. Массаж жасайтын бөлме. Жатқызып массаж жасайды. Ана жерін телефонға қарап тұруға бола ма не? Вообще. Тұр болсын. Кімді қарайсың? Қарап тұрады шығар ана. Күйеу әйелін кіргізіп жіберсе қарап тұрады шығар. Мына жерде де бұрқылдақ манағыдай. Сумен массаж. Жаңадай вулкан. Күшті рақат әнші. Айналып шықтық. Мыналар енді бочкаге. платный шығар да? Кедровая бочка. Кто бочка? Бұлар ақшамен шығар, ақылы. Ақылы ба. Әні 15 минут 1000 теңге дейді оған. Иә. 15 минут. Істеген. Келсін бе? Суға болады негізінде ма? Не береді бұл ау? Да, мына жер жазып тұр. Снимает напряжение усталости. Бір рет не істегенде осының бәрін ала аламын екен? Кішкене болса да жеңілдеп қаласың ба? Постоянно түсу керек шығар, аптасына 2 рет, 3 рет. Мына жақтарда тоже не бар, андай массаждар бар платный, комнаткалар, нелер, кабиналар. Неге балық бар еді ғой? Аян балыққа сатып қояды. Балық бар еді? Міне тұр ғой балық. Құтауы түсетін. Міне. Дәмде аяғыңды балыққа 10 салып минут қоясың. 1700 теңге дейді. Мына балыққа аяқ салғанда не береді ал? Қандай? Терісін жүйт, параллельно массировать етеді, и микроциркуляция жақсыратады. Бір салғаннан уже жақсы болып кете ала ма одан? Қалай екен несі? Мысалы дейін сол 15 минуттың ішінде тазалайды ғой сол аяқты. 15 минут тазалайды. Алып ма дейсің? Аяғымызды балыққа жем қыламыз дейсің ғой. Так, детский 1700, үлкендерге 15 минут 2200. Бочка 1500. Так, мына жақта. Бочка не береді? Табочка ол ішінде отырасында 80 градусқа дейін қыздырады. То есть ана травалар, ромашка иллюстрациялар қосылады. 80 градусқа дейін? Басыңызды Үйде жүрмей ме денені? 80 градуста, 100 градуста су қайнайды ғой. Кешегі баняға барғанның өзінде қатысы болды ғой, іші деген. Сіз алмайсың ол жерде дейтін бір. 2 минут тұрып шығып кетесің ба? Кетсін бе, әнжу? Аяң етін жейді. Мына жақты қараш, мына жақты қараш. Тағы да бос емес деп жазылып тұр, бұл жерде тоже нелер сияқты. Пилингтер. Ба? Пилинг дейді, Пилинг қанша екен? Бесплатная зарядка дейді. Бұл жерге кірген адамға зарядкаға бесплатно қоюға болады. Мына жер платный зона ма? Қалай? Мынау платный. Спен булану дейді, 3500 дейді. Бұл платный зона деген манағы ғой да, ана қанша қымбатты, 5000-ға қымбатқа шығады. Жаңа біз кодқа төледік қой, соның ішінде манаға не деген түрі бар, общий, бәріне ішіне тамағы кіреді, процедуралары кіреді, соның ішінде. 5000 теңге қымбат сол да? 5000 теңге разница бар. Біз алуға болатын еді, да? Біздер енді ол бәрін бірде пайдаланбайтын болғасын, жақсы бөлек сатып аламыз деп кеттік қой. Біз болады екен алуға. Оның ішінде спа кіреді. Спа кіреді, тамақ кіреді де соң. Спа кіреді, пилинг те бар деді. Пилинг те бар ма? Иә, пилинг бар деді. Сосын мына жерлерде жатасың, ана жерде телефонды қойып қоясың. Бұл жерде бірақ далаға шықпайсың, тек осыныкі ғой, іші, осы жер. Мына Майами жағы, дала. Біз ішке қарай келдік қой енді былай. Ішке кірдік. Ішке мана айналып. Мыналардың өздерінің кабиналары бар, көрдің бе? Бөлек-бөлек. Аржанда. Мана нелері. Тек қызметкерлерге арналған.
Вот кіретін жер. Бұлардың сулардың цветі басқаша болып тұр ғой, қайрақ ана жерден. Суларына дейін тап-таза ма? Ақылы болғасын. Ол тап-таза емес, просто андай не салып қойған Цветі сондай шығарып қойған, мына тастардың цветі. Мына жердің напиткілерін көрейік. Бірдей сондай баға бәрі. Так, 33. 0.33-тің өзі 1190 дейді, Coca-Cola. Балмұздақтар 750 теңге балмұздақ. Мороженое 750 теңге. Так, жүр ал, барайған жаққа, сосын істейміз, сосын 600 теңге. Сен қызың күтіп жүр ғой. Нені? Қашан суға түсем деп. Болды, қазір видеоны түсіртсек, көрермендерге бір көрсетіп алатқаным ғой. Міне, көрдің ба түсін? Тастарының түстері ғой, тастарының. Ана бассейн сондай қылып қойғанға Иә, әдемі. Релакс дейді. Ал, рахаттанасың ал ішінде дейсің. 5000 теңге қымбат еді бір адамға да алуға болатын еді да. Жақсы келесіздер. Осы. Ал, бір айналып шықтық, бәрін көрсетіп шықтық. Не бар екен? Не бар екен, бәрін көрсетіп шықтық, бәрін айналып шықтық, ішін сыртын. Ал, осы жерге келуге болады. Бұл деген қай жерде екен айтып тұрсыз ба? Бұл апорттың қасында ғой. Алматы қаласы. Апорттың ішінде емес пе, да? Апорттың ішінде. Апорттың ішінде. Стрелкалар тұрады жоғарыда, қалай жүретін. Иә, соның стрелкімен айналып тауып аласың. Апорттың ішінде, сол жерде не деп, Майамиде іздеп кетсеңіздер, Майами, Гавайяда іздеп кетсеңіздер, хавасыздар. Отырады де тамаша. Қайшыдан бастаймыз, қызым? Надан? Маған мынау керек. Қайшыдан бастаймыз? Ана үріп берем қазір. Ал кеттік, орнымызға барамыз. Сосын суға түсуді бастаймыз. Лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер бізге. Басады ғой. Міндетті түрде күтеміз. Лайк басу қиын емес қой, басып жіберсеңіздер, видео ұнаса таратып жіберсеңіздер, біздер қуанып қаламыз. Біздің каналдық, яғни қазақ тілді каналды бірге дамытайық. Құрметті достар, рахмет көп. Мен өре алмадым оны. Мен өре алмадым, білмеймін, ауызбен өретті негізі. Далада мына жерде өретін жері бар екен. Саған өрдіртті. Ауызбен өре алмай, жерге әкеліп өрдіртіп жатыр. Қанша екен білмеймін, қазір сұраған жоқ. Воздух несін қоспаған ғой. Мен өре алмауым дұрыс екен ғой онда. Мұндай ыстық тамақтардың бағасын көрсетіппін, көрсетіп берейін. Лагман 2400, 2300, пиццалар қанша? 2900, 2700, нормально. Болады. Гамбургерлер 1900, 2100. Бәрі басқа жерден алғаннан сондай ғой? Мен қазір қызыма да ақша салып жүруім керек. Арука қызым Ақтөбеде жүр. Оған да ақша салып жүруім керек, бірдеме ал деп. Мына жерлерді мана көрдік. Жалаң аяқ топырақ басып жүр, көкен. Доп ойнайтын нелер тұр екен, сеткалар. Волейбол ойнай ма, не істейді. Бір бала топырақта жатыр, рахаттанып. Маған аяқпен жүр дейді, мен барған жоқпын кәтім қасына. Жалаң аяқ. Не болды? Сөйерсің. Жö, топырақта аяқпен басып жүргенім, мына табанымды кішкене етеді, өкшесі ауырады. Топырақта қыздырып жүр. Ем болсын осы топырақ. Қалада Алматыда топырақ жоқ екен, бәрі жер асфальт. Паркке барсаң, көкшеп топырақ жоқ, біздің жер топырағы. Ауылға барып, топыраққа барып келсеш ауылға. Мына оңада топырақпен ойнап отырған күшті болып. Так, мына жердегі беседкілердің біреуінде адам бар. Қалғандарында пока что бос тұрған сияқты. Мен әлі суға түскен жоқпын. Бәрі бір-бірден суға түсіп шықты. Обедке заказ беріп қойып күтіп жүрік. Баставатсың ба? Бізде тамақ ішіп жатыр, обед ішіп жатыр дейсің. Не алдың да обедке? Қызым? Плов алдық. Осын 3 донер алдық. Осы тек қана 3 донермен бір плов 7070 теңгеге шықтойдым. 7070? Не, пицца болмай қалды да? Пицца ана жерде күтесің деп, сосын артынан тағы мынаны жеп қойсаң, артынан тағы аламыз дедім.
Сол кезде не жоқ сияқты андай көп заказ көп үлгере алмай жатыр ау деймін адамдар. Мына соқтарды үйден алып келген соқтарымыз ғой, мына мына магазиннен. Biz Moldova alып келсе де болады екен. Соны айтамын. Сок көбірек алуымыз керек. Енді сок алып келуге шығармайды ғой да. Әлі суға түскен жоқпын ғой. Да, енді шығармайды ол жерден. Вообще суға түспейді. Қазір түсіреміз ғой, алып шығамыз. Қазір алып шығамыз, сол суға батырамыз, қызым. Түспеймін онда. Суға батырамыз, ана жерде. Біз мына күшті массаж істедік та, сумен да, рахатта. Ана бір құлдаққа барып жаттық сосын. Қарауылшық болып отырдым ғой мына жерде мана. Қазір мамаңды деген жобадан зырғанайтынын идея жіберу керек зырғанап. Жоғары шығарып алып. Мына жерде күж-күж қайнап жатыр мінекей, балдар шығады. Ау, зырғанайсың. Күшті деймін. Мен де білмеймін. Үнжука зырғанады ғой. Екі орта зырғанады. Зырғанады Үнжука. Баяғыда келгенде кішкентай болды, онша сол жерден қорқатын еді. Қазір қорықпайды уже. Қалай, ұнап жатыр ма? Ұнайтын шығар, ұнайды ғой да. Біз де қызым екеуміз неге түсіп алдық, суға түсіп көрдік. Қазір енді қызым мамасын түсейін деп алып келе жатыр. Мамасы суға батырады қазір. Алдай көрейік. Ана жерде үлкен бассейнге барып келді. Şimdi түсінен жүке? Аяғына ұшу. Бір қолдаққа барып түсініп көрдім деп. Аяқ отыр. Давай ya. Hayır, büyükün yiyin. Anda jiletten de var. Jiletini batkıdan da korkuyorum. Batkıdan da korkuyorum. Al git falan. Ben yapmıyorum. Ancak karar bu da olsun. Ne? Su. Araya yürüyoruz kırın. Ne gazı kullanacağız? Bir de yıkı. 1 metre 20 santimetre yani. Arada barabesi ta birinci üretecek. Yeter 70 kilim barada olur. Evet, sürekli. Peki. Necik annenin aslında otursan işte arkana masajı var. Bize koyacağız mecide meneki. Necik ettirsen o işte. Arkanı tegistir arkanı. Masajı var işte. O rahat. Biz bundan ne gerek? Neyse. Dilfindir kıyacatım necede. Kağıdım ya Dilfin'in annesinin aslına olarak pantanın aslına. Böyle olayım. Bize gelsiz mi diye? Jambarın aslına. Kağıdım ya kuru zırgana kuyum. Zırgana öldürür zaten. Zırgana kuru Dilfin'dir. Kızım iki şimdi hep erkek. Ne aya sözür zaten. Evet. Bunlar benim bilgisayar. Ödedim.
Үлкен зырғанай алмайды. Үлкенді әрбір жерге апарып бір батырып келіп қарап жүрміз. Қандай елдер бар, сондай түсетін жерлердің бәріне барып көріп жүрміз үлкенді батырып. Үлкен машина барып түсіп қара енді. Іште бұрқылдақ бар, жатасың деп. Рахаттан жатасың, ән жері бұрқылдақ бар. Сумный массажы, водный массаж дейді ғой. Düşüş gibi. Düşüş diyeyim. Vay bir göz içiyorum çalıştım. Ne ki 3 yıl eklerimizi anlatıyor. Bu Havaya, Miami degen otarık. Ülken önce bırakıldakta zaten basamay zaten. Köp adım bu. Önce bir bırakıldak basaydı. Biraz koy, hasta yaptığımda. Ne oldu? Hareketlen. Yok, kolmun üstü oldu şahit yemirdin. Kızdan beylan zaten. Oo, hareketlen. Kurtlar oldu. Öncüklerini kurdum. At kutumda koyacağım. Kızım buna muzda su etsin bitme, salkında su. Şıkıda şahınmasın. Ya burada salkında o. Burada bir salkında o. Burada sonradan çıkana gibi bunda dümpedip silip su var. Bunda kırısında. Kimsi sonra. Ne oldu? Koy otur. Bundası. Bunda var onda. Buraya orun boğazın şimdi. Hayır. Bu pişşantır. Tek. Fakat banyo sefti mi? Ne işi banyoları? Severim o zaman hatırlar. Ne dedi? Bakıtta saatleriydi o. Saat 3'e değil, 20 pay jengildeyken. Ondan 3'e değil, söz 3'ten değil. 20 pay jengildi, alınıp. Ne jengildikleri? 4.000 dıkı, şunu 200 desin dıkı, 4.000 dedim sen. Ne akvaparkın şey, önce javır yer olsun. Ne vasiyinin içinde, tohum boğat. Ayısın esini özünü vakti boğat yürüdü. Bazı gezimde bastak zaten tohum. Bazı büyükümün kızım yıkıyor, bağ tutuyordu. Öyle verik. Kavay ilgili. Kavay tohum bastak boğatı. Ortasında ne yapar emcikte? Ortasında ne yapar? Davay. Oo, susun sıra batım ağam. Evet, ülkelerimizin tohumda oynayıplar. Esnaf zağı gibi uğrak tohumlar. Ana orta yerinde. Ülke büyük koyarda. Sırat tohum sikir. Şeyin sevgileri kızmıyor, bak üstünde. Bir telefon soğuk koydu, bağımlı yatırmanın. Bugün de akvaparktaki basseyn gördüm ki temperaturaları tohum basseynde de cenazı, tohum bir de arvattan basseynde 30 eken biliz. Yani tohumda o şeyi zahmet koştuk. Yine ki gözümüze var, tohumda bir oynayaktan. Oynaz, kızı ışığı. Enerjiyle bırakılda kötülük kestik. Tohum bu arada hastalığa Gülükön'ün kızımda koyamaydın, dağılmaydın mı? Ama koyarımların içindeydi, Hacı'daki Hacı'daki havaylardan belirlersek oturan. Eğer tek orijinal kuşta oturdu, kamakçı et. Normal tohum basayım. Adam değil, havacı var, köyün basayım. Necirler, tırıncırlar. Bir de 8 metrelik necirli tırıncırlar. 1 metre 80 santimetre. Arada azaya verip. Beyaz yerdik gözetken siyahtımız, birinci tüspey gözettik, sosun barıp suğa tüsüp gözettik. Endi var go ya. Bugün kameram söndürüp endi özümüz dışlap suğa tüsüp. Özümüz suğa çık, kameramı koyamız. Hazır mindeki
Mına tayerdi adam hazır kazır değil. Ağır adam köp kazır değil. Evet, evitten keyin jinavat ekan adamlar. Al жақсы көріңіздер, көп рахмет. Бізге лайк басуды, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаған болса, таныстарыңызға таратсаңыздар біз қуанып қаламыз. Рахмет көп. Saat kış болса да әлі қызып отыр да мына жерде. Қалай қызым, тоңып қалдың ба не? Сен жаңа суда жүргенге сен түсейін деп жатсың. Бұл жерге келіп қалыпсың ғой. Annem düz sol sırası getirdim. Güлекеңді суға түсіріп, анда-мында батырып, Шаршап қалдым. шаршап қалды. Güлекең. Не алып келгенсің, Güлекең? Бургер? Ne? Su. Келіңдер ал. Бургер қанша екен? Бургері 1900 теңге. Көрермендерге айтып кетсінші деген. Бургері 1900 теңге, куриный. Мынау 690 теңге. Не, жақсы екен. Мынау 700 теңге ма сондай? Бәрі тамақ ішіп жатырмыз жерде. Сок, үй. Қанша? Күн кішкене қызу қайтқан, бірақ ауа райы жақсы, керемет. Қараңдар, Güлеке суда билеп жатсыңдар ма, не істеп Ne jер, терең жері бой көрсетіңдер шал. Бой. Ана жері ме? Мынандай болып тұр ма? Нормально терең екен.